Олай болса, келесі үштікті жариялаймын. Раминочка сатып алды. Бәрекелді. Менің мақсатым әнді толық нақты орындап шығу еді. Менің ойымша мен сол мақсатымды орындадым, өйткені Дастан ағаның тобына өттім. Сіздің қарсыласыңызды мен шақырайын деп отырмын. Та-дам! Әбілқайыр Жұмабай! Тәлімгерлер ән бітуге 3-4 секунд қалған кезде бұрылды. Аспанға қарап айтып тұрған кезде, жарайды бұрылмаған шығар деймін, қараймын. Үшеу ұрып тұры, Негізі мен сахнаға шықпай тұрып, Жанар апайды таңдағым келді. Сахнада ой өзгеріп кетті. Дастан ағай ерекше мені сахнаға шығарып, көңіл күйімді көтерді. Өлең айттық, би биледік. Сол үшін Дастан ағай таңдадым. Сіздер өте бір сезімді нәзіктікпен білдіретін жандарсыздар. Үшінші қатысушымыз да сондай болайын деп тұр. Ол Наль Әбеке! Көрмей таңдау кезеңінде менің әпкем өтпей жылап қалған соң мен қатты қобалжыдым. Бірақ сахнаға шыққан соң бірден билеп, ритмді сезіп өзімді еркін ұстадым. Маған Дастан аға бұрылған кезде қатты қуанып кеттім. Содан соң өзімнің дайындап әкелген кексімді тарту еттім. Тәлімгерлерге ұнаған сияқты. Өте бір керемет трио болайын деп. Нәл мен Әбілқайыр менің достарым. Көңіл күйім күшті болды. Өйткені олар күшті айтады. Раминадан басқа. Рамина бірақ ренжіме. Әбілқайырдың дауысы сопрано, жоғары ноталарды еркін алады. Ал Раминаның вокалына қатты назар аудармаппын. Қалдарың қалай? Күшті трио жасауға дайынсыздар ма? Иә. Әрқайсың өздерің бір бөлек, бір мәнердің иесісіздер. Сондықтан да сіздерге де тура сондай жан-жақты бір райбы да бар, қатты шарықтайтын бір кезеңдер болады. Барлық өздеріңіздің мүмкіншіліктеріңізді көрсете алатын ән бергім келіп отыр. 91-ның негізі ах, яқ, мақ дейді, бірақ жалпы әннің аты Аяма екен. Аяма деген әнді алғаш рет орындаймын деп тұрмын. Не? Түсінбей қалдым. Текстқа қараймын, рэп айта алмаймын ғой. Ойда кетті, қорқынышта кетті. Бұл әнде өзімнің харизмамды, қалай билейтінімді, рэпті қалай оқитынымды және дауысым қаншалықты мықты екенін көрсете аламын. Дайда бұл эстрада сабағы. Кішкене басқа нотадан ана Рамин, нотаны басынан бастап дұрыс түсуге тырыс жақсы ма? Өйткені кішкене сәл кетіп қалып жатсың. Қорықпай, ха деп. Раминаға бірдеңке айту қиын. Өйткені көз бүйтіп, мөлдіреп саған қарап тұрады да, қатты бір айтайын деп тұрған жерді, осы жерін былай айту керек. Негізі ішіңнен былай, мына жерін былай айту керек деп айтқың келіп тұрады да, жоқ, мына жерін былай айтсын сен. Иә дейді ол. Лирика жағынан Раминаға күшті келеді. Раминаның кемшілігі нотаға түсе алмайды. Ал артықшылығы дауысын қатты шығарып айтады. Бірақ бұл әнде оны көрсетіп жатқан жоқ. Менің ойымша мен әнді жақсы орындадым. Бір жақсылар бір тербетіп жіберейік, иә? Дайынсыңдар ма? Бастығында кеттік. Әбілқайыр болса кішкене мынау тез ритмнен асығып бара жатыр. Сөзін жатты. Және де рэпінде сен кішкене эмоцияға беріп кетіп жатсың да, сөз кетіп қалады соң. Мен дайындық барысында рэптен ғана қиналдым. Ал вокал жағын мен өзім алып шығамын деп ойлаймын. Әбілқайыр бір сөзді дұрыс айта алмай жатыр. Ал вокал жағынан мен мықтырақпын. Көрейік. Нәл, саған қаттырақ айту керек. Рэп оқығаның керемет, тек қана дауыс керек. Дауысының қысымы жетпей тұр, өте тыныш орындайды. Нәл рэпті жақсы айтады. Нәлдің минусы жоғары нотаны алмау және жаймен сөйлеу. Мені вокалымды әлі ешкім естімеді. Себебі әлі көрсетпедім. Әйтпесе мен мықты айтамын. Бұл топ енді бір 70%-ға дайын шығар деп ойлаймын. Көреміз ба бір рет айтып? Иә.
91 ойлап қалсын, мыналар кімдер? Десін, жарайды ма? Жарайсыздар, бірақ іштеріңде кішкене бұлай қобал жұтыр. Сендер әндерің, рэптарың, драйвтарың бөлекті, сол драйвты сендер қимылмен де берулерің керек. Қозғалыс жасау керек, міндетті. Көрейік. 1, 2, 3, өздеріңе қалай? Жақсы. Энергетикасы балалардың тасып тұр. Сол энергетиканы барынша көрерменге бере алса, ең басты жетістік. Бүгін сендердің күндерің. Мына сахна сендер үшін жасалған, иә? Ондай болса сәттілік. Нал, Әбілқайыр, мен 100%-ға дайынмын, ал сендер дайынсыңдар ма? Өмірімде мен ешкімнен қорыққан емеспін. Әбілқайыр, Рамина, менің мақсатым бар, және оған міндетті түрде қол жеткіземін. Мен Қазақстан дауысы балалармын, ал Рамина мен Нал аймақтық жарыстар. Өйткені Қазақстан дауысы балалар жобасының деңгейі үлкен, ал аймақтықтарда кішкентай. Қазақстан дауысы балалар жобасының жекпе-жегінен өтетін маған сеніңіздер.